Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін диеталық тағам дайындайтын боламыз, яғни балықты қуырып емес, духовкада пісіреміз. Балықты тұздап аламыз, одан кейін жанына картоп, сәбіз, қызанақты, пиязды бұрышпен, тұзбен араластырып, жанына қойып шығамыз. Ешқандай да май қоспаймыз, және духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен дайын. Рецептіне лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.